Адамдардың көбі үйге үй жануарларын әкелгенде бұл жануардың мінезі қандай екенін көп ойланбайды. Мысалға мысықтар, олар шамамен әрбір үйде болады. Біз бәріміз мысықтарды жақсы көреміз. Алайда егер сіз үйге белгілі бір мысық түрін әкелетін болсаңыз, ол мысық сіздің өміріңізге қауіп төндіруі мүмкін. Сәлем әлем, бүгінгі видеода біз сізге әлемдегі ең қауіпті мысықтардың түрін көрсететін боламыз. Ал кеттік. Манул деген мысықтардың бір түрі адам баласының қолына үйренуіне өте қиын мысықтардың бірі болып саналады. Бұл мысықтар тәуелсіздікті жақсы көреді. Манул мысықтарының азу тістері қарапайым мысықтардан 3 есе үлкен. Сондықтан бұл мысықтармен қарым-қатынаста өте абай болу жөн. Саванна деп аталатын мысықтардың бір түрі өте ақылды және досшыл болып келеді. Және де олар өскенде өте үлкен болады. Олардың мойнына жіп тартып жетектеп жүруге болады. Тура иттер сияқты. Саванна деген мысықтар өте қымбат мысықтардың тұқым түрі болып табылады. Алайда бұл мысықтар бәрібір қауіпті. Өскен және жаңа туылған кезі емес, олар өсіп келе жатқандағы мезгілде агрессияны әрдайым аяқ астынан көрсетеді. Чаузи деген мысықтарға үлкен кеңістік қажет. Сондықтан, егер сіз кішкентай пәтерде тұратын болсаңыз, Чаузи деген мысықтарды үйге алу қателік болатыны анық. Бұл мысық бостандықты жақсы көреді және де бір орында отыра алмайды. Өте қуатқа толы мысық болып табылады. Сондықтан бұл мысықты өз қолына үйретіп алу өте қиын. Ал бұл мысық түрі Стоун Кугуар деп аталады. Бұл мысықтар өте ірі және тек қана өз қожайындарын ғана мойындайды. Сондықтан үйдің басқа отбасы мүшелері және бөтен адамдарды менсінбейді. Ол адамдармен Стоун Кугуар агрессивті қатынаста болады. Қамысты мысықтың орташа салмағы 15 килограмм. Ол негізінде жабайы мысық болып саналады. Алайда көптеген адамдар бұндай мысықтарды үйде ұстай береді. Өйткені қамысты мысықтардың ұсқыны бір жағынан әдемі. Мысалы, олардың жүндері және ұзын шашақты құлақтары. Егер сіз қамысты мысықты үйде ұстайтын болсаңыз, сіз келесі қиыншылықтарға тап боласыз. Бұл мысық жабайы болғандықтан, уысына түскен барлық затты тырнап мүжіп тастайды. Сипағанды жаратпайды және агрессияға толы мысық. Британиялық қысқа жүнді мысық. Ал осы өте танымал мысықтың түрі осы видеода болмауы керек сияқты. Өйткені ұсқынына қарайтын болсақ, өте әдемі әрі жұмсақ ойыншық сияқты. Бұл мысықтар әлдәу әдемі болғанымен, олар сипағанды және басқа да нәзіктікті жаратпайды. Және бұл мысықтар өте ашуланшақ болып келеді. Мейн-кун деген мысықтар байсалды және еріншек мысықтар болып көрінеді. Негізінде де олар сондай. Бұл мысықтар өте бейбітшіл және салмақты, бірақ оларды бір ренжітсеңіз болды, ол міндетті түрде өшін алады. Мейн-кун деген мысықтар өте ашуланшақ және бір жынданса жай ғана қоя қалар емес. Абиссиндік мысықтар жартылай жабайы десек те болады. Егер қожайыны оған көп уақыт бөліп оны еркелететін болса, мысық жабайлығынан айырыла бастайды. Бірақ қожайыны оған уақыт бөлмей жүрсе, абиссиндік мысық жабайланып агрессияға толады. Және бұл мысықтар да ашуланшақ болып келеді. Ренжітсеңіз, қашып құтылуға қиын болады. Сиам мысықтары мысықтардың ең таралған әрі танымал түрі. Сонда да олардың мінезі өте нашар және ашулы. Әдетте Сиам мысықтарының қожайындарының қолдары тырналған іздерге толы. Және де бұл мысықтар да өшін алатын мысықтар. Сондықтан оларды ренжітпеуге тырысыңыздар. Меконгтік бобтейл немесе тай бобтейлы. Бұл мысықтар Азия елдерінде көп таралған. Олардың бір ерекшелігі қысқа құйрықта. Меконгтік бобтейлдердің мінезі иттерге ұқсас. Оларды да тура иттер сияқты мойнына жіп байлап жүруге болады. Бұл мысықтардың қауіптігі олардың қуатында. Олар жай ғана қуатты емес, олар өте қуатқа толы мысықтар. Бір орында отыра алмайды, үнемі қозғалыста жүреді. Сондықтан оларды кішкентай үйде ұстауға болмайды. Ал сіздің үйіңізде мысық бар ма? Бар болса, онымен болған қызықты оқиғаны жазыңыз, және де басқа адамдардың оқиғаларын оқыңыздар. Ал егер сізге осы видео ұнаған болса, оған лүпілдеп лайк басып жіберіңіздер, және біздің Саяхат YouTube арнамызға жазылыңыздар.